Сәлеметсіздер ме? Біз Лев Николаевич Толстой атындағы орта мектебі оқуға құштар мектеп жобасы аясында өтіп жатқан оқуға құштар оқушылар атты челленджін Жаңа Тұрмыс ауылындағы орта мектебіне қабыл алдық. Мен Лев Николаевич Толстой атындағы орта мектебінің 10-шы Б сынып оқушысы Сәбит Айзере болмақ. Оқуға құштар атты жобасы аясында мен Ғабит Мүсіреповтің шығармаларын оқып шыққан болатын. Солардың ішіндегі ең жарқыны Ұлпан романы болып саналады. Ұлпан романы арқылы біз қазақ әйелдерінің болмысы, олардың нәзік жанды бола тұра үлкен батырлық істерді атқара алатынын түсіндік. Ұлпанның басынан өткен оқиғалары, олардың жан тебірентерлік бір жағдайлары менің жүрегімді тәнті еткен болатын. Осы арқылы мен Ұлпанның образын ала тұра қазақ әйелдерінің болмысын, олардың нәзік жанды бола тұра үлкен істерді, үлкен орындарды ала алатынын түсінген болатын. Осы арқылы мен сабақ алып, кітап арқылы нағыз әйелдің, нағыз жандардың, нағыз нәзік жандылардың қандай болатынын түсіндім. Сіздерге де кеңес беремін. 10-шы А сынып оқушысы Дүйсенбаева Айсұлу. Мен осы мектепте болып жатқан оқуға құштар жобасына қатысты Шерхан Мұртазаның 6 томдық кітабының 4-ші томын оқыдым. Бұл кітапта Шерхан Мұртазаның пьесалары, шығармалары, эсселері туралы жазылған. Осының ішінде маған ең қатты ұнаған пьеса ол Бесеудің хаты. Бесеудің хатында 1932 жылы қазақ халқының аштықтан ауыртпашылықтар көргені туралы және де сол кездегі бастық Голощекиннің қиянаттары туралы жазылған. Ал енді осы пьесада қазақ халқының жазушыларының бірігіп Сталинге хат жазған туралы да жазылған. Ол хатта қазақ халқына көмек беруін сұраған. Соның ішінде Ғабит Мүсірепов жазушы да бар. Ол өзі тікелей Голощекинге шығып, Тұрар Рысқұлов екеуі бірігіп Сталинге хат жіберген. Енді мен осы пьесаны оқи келе өзімнің патриоттық сезімін оянды десе де болады. Себебі ол кездегі қазақ халқының қаншалықты ауыртпашылықтар көргені әрине сенің жүрегіне батады. Және мен болашақта осы жазушыларымыз секілді өзімнің еліме, халқыма деген көмегімді тигіземін деп ойлаймын. Я Барикова Виктория Владиславовна, 6-й В класс, жазғы туры Абай Құнанбаев. Жазғы туры қалмайтын қысты сызы, масатадай құлпыра шердің жүзі, жан жынуға адамзат аталаса, артағында ежірлер құны-құны. Түйе бұздап, қой көздап, қарадашу, көбелікпен көспеней, сайда дуду. Гүлмен ағашмы сып қырғада, сүбір қырып, бұрындып ағады су. Ойбек қызы Әйкерім 6 Ж. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында мен 10 кітап оқыдым. Олардың бірі Ахмет Байтұрсыновтың өлеңінің үзіндісі Досыма хат. Қырағы қия жазбас, сұңқармай, қажмас, қашық жолға тұлпармай, үйілген өлексені өрге сүйреп, шығармақ қыр басына іңкәріңай. Жарқырап, жақсылықтың таң атпай тұр, мерген төбемізден бұлтарылмай. Көк етті, көн терлі, көніп қалған, сықсыда шыдай беру жұрт жарылмай. Кім біліп, ереңбегін сезіп жатыр, кім шыдап, жолдастыққа төзіп жатыр. Сасық мый, салқын жүрек, санасыздар, алаңсыз-ақ малтасын езіп жатыр. Сынайтын жақсы менен жаманды өлшеп, құлдықтың қолдарында көзі жатыр. Кешегі кеңшілікте керек қылған, бостандық болмаған соң безіп жатыр. Айтқанмен таусылама оны-мұны, талайдың таңдамалы түпкі сыры, жанасқан шын көңілмен жақыны аз, көбінің іші салқын, сыртақ жылы. Ақшаға, абыройын, арын сатып, азғанжып қалмай ма адам сынып, жан ашып, жақын үшін қайғырар ма, жаным ал, жақыным ал, малдың құлы. Мен Қабыкен Мүлкар, 6 Ж сынып оқушысы, оқуға құштар мектеп жобасы аясына орай Абай Құнанбаевтың ғылым таппай мақтанба өлеңін жаттадым. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баттанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік мақтаншақ, ершік бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көрсеңіз. Жақсылық көрсең ибрәтлі, оны ойға жесеңіз. Жамандық көрсең нәфрәтлі, оны суытып көңіл тесеңіз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз,
болмасам да ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Бауыржан Дариға, ғашықпын Мұқағали Мақатаев. Сезбейсің ғой, сен мені көрмейсің ғой, кереметті мендегі. Түсінсенші, сарсан болған пендеңін, түсінсенші, ақыл-ойым кембедім. Неге бұлай, неге жүрміз көңілсіз, кетем деп қапаланып өмірсіз. Шын ғашықпын сол адамға, мен болмасам болама суалмам ба? О тәңірім, неткен жан қайырылмайтын, жүрегін етсең бәлде қуадам ба? Шын ғашықпын, несіне оны жасырамын, бір алтын оның әрқылшы шымаған. Сырымды айтып, ән арқылы өзіне, сүйдім сөйлем, құлақ салыш сөзіме. Кездескенде күлімдеші сен маған, кім қызықпас мөлдір қарай көзіне. Жаным, сен ешбір жанға қимаймын, сені көрсем бұл әлемге сыймаймын. Бір сен үшін осы әнді арнаймын, сен үшін дала күліп жинаймын. Бірақ бұл өмірде қыздар деген көп екен, көп болғанмен бұрынғысы жоқ екен. Аққу болып, көктем болып келші сен, көп кідірмей жауабыңды берші сен. Жүрегін мұздан бәлде тастан беді, әлде менен жақын бір жан бар меді? Көңілімді суытты үнсіз қалып, мен енді жымба қайнасым қызған бенді біреумен белесем де, шақыра ғой басқаны бегесем де. Мен жүрейін жанда жат біреудің, өлең оқып берейін сүймесем де. Ішімнен онда ешкім жоқ десем де, басқа жанды бақытты етпесем бе? Қайғыдан қалай аман жүрекенде, қайран қалам қасіретті шекпесем де. Я Пивоваров Артур, ученик 9 Б класса. Я прочитал очень интересную поэму Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». В этом произведении Достоевский хочет сказать то, что лучше жить в бедности, но с чистой душой, чем при достатке, но с камнем на душе. Я считаю, что ни один человек не вправе решать судьбу другого. Я советую это произведение, потому что мне оно показалось очень интересным. У него очень непредсказуемое развитие событий. Біз Лев Николаевич Толстой атындағы орта мектебі осы челленджді Теміртоған орта мектебіне жолдаймыз.